Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды қосып, шанышқының көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Жұмыртқамызды қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп қосамыз. Мен ең алдымен шанышқы көмегімен массамызды араластырып алдым. Содан соң қамырымызды қолмен илеп шықтым. Біздің қамырымыз дайын, бізде осындай песочный қамыр шығу қажет. Қамырымызды формамызға салып, тегістеп орналастырып шығамыз. Қамырымызды формаға орналастырып болғаннан кейін творожный массамызды дайындаймыз. Творог, қант, жұмыртқа, қаймақ және де жүгері крахмалын қосып, блендердің көмегімен барлық массамызды біркелкі болғанға шейін араластырып шығамыз. Осымен біздің массамыз дайын. Кез келген жидегімізге крахмал қосып араластырып шығамыз. Ол бізге жидегіміздің сусыны аз шығу үшін қажет. Начинкамызды құйып, үстіне жидектерімізді орналастырып шығамыз. Пирогымызды 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Алдын ала пешіміз қызып тұруы қажет. Пирог піскеннен кейін бөлме температурасында пирогымызды суытып, тоңазытқышқа пирогымызды 2-3 сағат қалдырамыз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Және де менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ертаева Аружан. Астарыңыз дәмді болсын.